Көкет немесе оны біз диафрагма деп атаймыз. Кеуде қуысын құрсақ қуысынан бөліп тұрушы, тыныс алуға құрсақ қуысындағы қысымды реттеуде елеулі қызмет атқаратын бұлшық етті апоневрозды мүше болып табылады. Сыртқы пішіні жағынан күмбез тәрізді болып келеді. Кеуде қуысына қараған бөлігі оның дөңестеу, ал құрсақ қуысына қараған бөлігі ойыстау болып орналасады. Жалпы бұлшық еттік талшықтары жұқалау және де жалпақ болып орналасады. Сонымен қатар көкеттің біз үш бөлімін қарастырамыз. Белі бөлімі парс люмбалис, қабырғалық бөліктері парс гасталис және де төстік бөлігі парс стерналис деп аталатын үш бөлімнен тұрады. Белі бөлімі парс люмбалис. Оң және де сол жақтық аяқшалардан бастау алатын болып саналады. Диафрагманың бел бөлімінің оң жақтық аяқшасы крос декструм диафрагматис. Бұл бірінші, төртінші бел омыртқаларынан басталса, сол жақтық аяқшасы крос синиструм диафрагматис сәл жоғарырақ, яғни бірінші, үшінші бел омыртқаларынан бастау алатын болып саналады. Және де олар иіледі, медиальды және де латеральды байламды құрайтын болып саналады. Лигаментум аркуатум медиале. Бұл доға тәрізді иіліп, тығыз дәнекер тканнан тұратын байлам болып табылады. Үлкен бел бұлшық еті мускулюс псоас майердің шандырынан басталып, бірінші бел омыртқасының көлденең өсіндісіне барып бекетін болып саналады. Келесі латеральды доға тәрізді байлам лигаментум аркуатум латерали деп аталады. Ол белдің текше бұлшық еті мына жерде орналасатын мускулюс квадратус люмборумның сыртқы бетін бүркемелейді және бірінші бел омыртқасының көлденең өсіндісіне бастау алып, 12-ші қабырғаға барып бекетін болып саналады. Дәл осы диафрагманың медиальды бұлшық ет талшықтары жоғары бағытталып, қолқа мен кеуделік лимфаның өтетін хиатус аортикус деп атайтын саңылауды, яғни қолқалық саңылауды құрайтын болып саналады. Бұл тесік шетен жоғарырақ медиальды аяқшалары алшақтап, тағы да бір-бірімен өзара айқасады және осы жерден өңештің, яғни эзофагустың және кезбе ми нервус вагус және де өңеш сабағы өтетін өңештік саңылау хиатус эзофагусты құрап, одан әрі диафрагманың шандырына ұласатын болып табылады. Сонымен қатар диафрагманың белдік бөлігінің екі жақтылық аяқшасы мен қабырғалық бөліктерінің аралығында бізде үшбұрыштар бар. Бұл үшбұрыштарды тригонум люмбокасталис, яғни бел қабырғалық үшбұрыштары деп атайды. Екі үшбұрыш болады, оң жақ және сол жақ. Жалпы оң жақтық, яғни бел қабырғалық үшбұрыш арқылы вена азигас, сыңар венасы, іштің үлкен және кіші нервтері, нерви спланхницы өтеді, ал сол жақтық бел қабырға үшбұрышы арқылы тронкус симпатикус, яғни симпатикалық бағана өтетін болып саналады. Бел қабырғалық үшбұрыштың немесе саңылаудың кеуде қуысына қараған беті тек қана кеуденің шандырлы қабықшасымен және де плеврамен жауып орналасады, ал құрсақ қуысына қараған беті құрсақтың шандырлы қабықшасымен және іш астарымен көмкеріліп жататын болып саналады. Қабырғалық бөлігіне келетін болсақ, парс касталис. Бұл кеуде торының 6-шы, 7-ші төменгі қабырғалардың ішкі бетінен және құрсақтың көлденең бұлшық еті мускулюс трансверзус абдоминалистан тісшеленіп басталанатын аралығынан басталып, өрлеме бағытта өтіп, көкеттің шандырлы қабықшасының орталығы центрум тендиниумға ұласатын болып табылады. Төстік бөлігі парс стерналис диафрагматис.
өте нәзік және де жіңішкелеу болып саналады. Бұл төстің семсер тәрізді өсіндісі процессус ксефоидеустан бастау алатын болып саналады, және де өрлеме бағытта өтіп диафрагманың шандырлы ортағылығын құрауға қатысатын болып саналады. Төстік бөлік пен қабырғалық бөліктің аралығында үшбұрыш болады. Бұл үшбұрышты тригонум стернокасталис төс қабырғалық үшбұрыш деп атаймыз. Төс қабырғалық үшбұрыштардың кеуде қуысы мен құрсақ қуысына қараған беттері шандыр мен серозды қабықша арқылы көмкерілген болып табылады. Бұл үшбұрыштардың маңында диафрагмалдық жарық жиі кездесетін болып саналады. Шандырлы орталық центрум тендиниум сыртқы пішіні жағынан күмбез тәрізді, дөңес жағы кеуде қуысына, ойыс жағы құрсақ қуысына қарап орналасқан болып табылады. Кеуде қуысына қараған беті жүрек қаппен беттесіп орналасса, ал құрсақ қуысына қараған беті бауырмен, асқазанмен және де көк бауырмен беттесіп орналасатын болып табылады. Сонымен қатар диафрагманың оң жақтық және де сол жақтық бөліктер ажыратылады күмбезінің. Оң жақтық күмбезінің төбесі 4-ші қабырғалардың тұсында орналасады, ал сол жақтық күмбез 5-ші қабырғалардың тұсына сәйкес келеді. Диафрагма бұлшық еттері жиырылған кезде шандырлы орталығы жалпайып, кеуде қуысы кеңейетін болып саналады және тынысты кеңейтіп, терең тыныс алуға жағдай жасайды. Негізгі қызметі бұл көкеттік бұлшық еттің тыныс алу мен іш қуысындағы қысым реттеуші бұлшық ет болып табылатынын ескеруіміз керек.